1 мамыр Қазақстанның ұлтаралық бірлік күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Ешқашан достығымыз ажырамасын, тату болайық, аспанымыз ашық болсын. Және бүгін эфир өте қызықты болайын деп тұр. Барлық қатысушылардың әртүрлі образдарын көретін боласыздар. Сол үшін де 12:00-де НТК арнасы қосылу болсын. Қосылу болсын. Сен қандай ұлттың киім кидің, Аружан? Мен түрік киім кидім. Өте әдемі болып тұр. Өзің де в принципе ұқсайсың турчанкаға. Все, бүгін эфир қызық болады, күтіңіздер. Қоймай, жатып қоймай жүрсең, ана жігіт сені до конца алады сен. Әңгіме одағына емес жалпы. I love you. Айна екінші вообще мен белгілеп іс жерге андай қылмашы, миымды ашып бар ғой, сен тістеніп жаман ұнамай қалдым. Бұрын әжептер қолдайтын еді, түсінбеймін, аяқ астына үйсін. Жоқ, қалай айтсам болады, рахмет қолдаулыңа, бүкіл нәрселеріңе барлығына рахмет. Бірақ жаңағыдай да, сен мен ұрысқым келмейді. Сен ренжіткім келмейді. Мен айтып қоям, қатты айтып қоям сөзбен. Сондықтан да қатты айтсам ренжіме, бірақ эфиріме кірмей ақ қойшы, өтініш. Өтініш. Сояқты қолдап, жаңағыдай үйтіп, андай әңгімелер айтып, тістеніп, типа керегі жоқ. Керегі жоқ андай. Қарсаңыздаршы, мен айтқан әңгімені типа өзіме қарап бұрасыңдар ше. Мен жалпылама айтып жатырмын, әкесінің аузы. Жалпылама. Қыз баласы қол жетімсіз болатын болса, қадірі биік болады деймін. Сон әңгіме айтып отырсам, сен любой қызбен танысқанда бірінші сүйісіп жатып қоясың ба деп айтып отқан ойын арамылығын қарсай. Ойының агрессивный емес, күйгеннен айтасың да, күйгеннен айтқан әңгімені сендер агрессивный, red flag, онда айтпай әкесің, бәріміз белден төмен әңгіме айтып, анаған жаңағыдай бір мүшесінің суретін жіберді деп күліп, арзан күлкі, жаңағыдай өсек айтып, соны көрдіңдер ма видеосын, или там ананың сұхбатын көрдіңдер ма, өсек айтып отырайық онда. Кім дұрыс айтады, кім шындық айтады, жақпайды ғой елге әкесінің аузы, ешқашан. Всем доброе утро, как вы, с праздником. У нас сегодня праздничный эфир. Я тоже подготовила себе образ. Но Нурса образ это что-то с чем-то, увидите вы. Да, серьезный образ, көретін болсаң да. В шоке боласыңдар. Шок боласыңдар. Шынымен бүгін қызықты эфир болатын деп ойдамын. Дарина, мейрам құтты болсын. Мерекелеріңізбен, шынымен бүгін бізде мерекелік эфир, образы күшті. Прям кейбір адамдарға прям жарасады, как будто сол елдің адамы болып тұрған сияқты болып тұр. Шынымен де менде тоже образ күшті. Сол, бірақ та киім ап-ауыр. Білмей қалай отырамын, бірақ та что керек жүрсам. Қазір көреміз қатысушыларда қандай образ екен. Сіздер ойларыңызды астына жаза кетіңіздер. Кімде бүгін қандай образ? Сұлтан, бүгін образың өте әдемі болып тұр. Қай ұлттың киімі? Менде ұлттық, яғни Индия елінің киімі осындай, шапкасы және осындай образы болады. Бүгін халықаралық ұлттық бірлік күні екен. Баршаңызды осы мерекемен құттықтаймыз. Бірлігіміз жарасқан мықты ел бола берейік, қандай жағдай болса да. Сол айтарым. Осындай керемет образдан Индия елінің осындай. Сенің қасыңа параң кім? Менің қасымдағы парам ол мекен. Ол тоже Индия елінің киімін киді. Вау, өте күшті. Бәріңізге сәлем, бүгінгі халықаралық бірлік күні құтты болсын. Қазақ бауырым, ассалаумағалейкум. Мен ентісіп жатырма деймін да, қазақ бауырларымыз. Біз көп ұлтты ұлтпыз. Бізді бәрі қарайды. Бірлік күні құтты болсын. Бірлік күні құтты болсын. Бауырым. Бірақ жүрегіміз тек. Өзі табиғи десек. Мұртың әдем болып тұр, Руслан. Бер жақындаш. Мұрт өзіңдікі ма? Жоқ, өндірістікі. Құсап тұрма негізі. Күшті болып тұрсың. Çok